Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жылқы етінен қуырдақ дайындайтын боламыз. Еттің тұздалмаған алып, қатты ірі емес, қатты майда емес етіп турап аламыз. Өйткені етті қуыру барысында ет кішірейеді. Сол себепті қатты майда етіп жібермеңіздер. Қазанға май құйып 7-8 минуттай майды қыздырып алдым. Артынша етімді салып, 20 минуттай қатты отта қуырып аламыз. Басында еттің осылай сөлі шығады. Мінекей, шамамен 20 минут өтті, қатты отта қуырып алдым. Еттің түсі өзгеріп, астында тек майы қалды. Пияз бен сарымсақтарымды турап алдым. Жаңағы етке осы салып, қатты отта 1-2 минут қуырамыз. Және еттің тұзын, қара бұрышын осы уақытта саламын. Сол кезде етке ерекше дәмді болады. Араластырып, қара бұрыш және тұзын қостым. Газдың ең баяу отына қойып, 1-1,5 сағаттай бұқтырып аламыз. Одан соң бауыр, картоп қосып, 7-8 минуттай қатты отта қуырып алдым. Көп қозғаудың керегі жоқ. Кішкене су қойып, су кішкене қайнаған соң, сондай дауысы шыққан соң, қазанның бетін жауып, тағы жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Мінекей, осы әдіспен жасасаңыздар, қуырдақтарыңыздың еті өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша қуырдақ дайындап көріңіздер. Қуырдағымыз дайын болды, өте дәмді, жұмсақ, ауызда еритін қуырдақ болды. Ас болсын!